1 ақпаннан бастап Қазақстанда коронавирусқа қарсы вакцинация басталды. Бұл туралы денсаулық сақтау министрі Алексей Цой аталмыш екпенің ең бірінші кезекте кімдерге салынатынын, вакцинаны кімдер тегін алатынын тәптіштеп түсіндірді. Медицина қызметкерлерін, педагогтарды, полицейлерді, сондай-ақ жүрек-қан тамыр жүйесі, тыныс алу органдары, қант диабеті тарапынан созылмалы аурулары бар адамдарды және халықтың осал топтарын коронавирустық инфекцияға қарсы тегін вакциналаймыз. Министрлік жыл соңына дейін 6 миллион қазақстандыққа COVID-19-ға қарсы вакцина егуді жоспарлап отыр. Бірақ осы шараға қатысты көптің көңіліндегі күдік пен күмән қоюланып барады. Қазір жұрт арасында аталмыш вакцинаға қарсы қауесеттер өршіп жүр. Мен өзім негізі қарсымын негізі. Салдырасыз ба? Жоқ, салдырмаймын. Өз еркіме салдырмаймын. Мен жаңағыдай халықтың бәрін айтып отырып қазір мемлекеттік қызметкерлерді мәжбүрлі түрде салу керек деп. Бірақ мен ешқандай жұмыс істемеймін, мемлекеттік қызметте емеспін. Сондықтан мен қарсымын. Өзіме бала шағыма салғызбаймын негізі вакцина. Бүгінде коронавирусқа қарсы әзірленген қазақстандық Казковид-ин вакцинасы туралы тұшымды деректер саусақпен санарлық. Отандық вакцинаның ағзаға әсері, оның артық кем тұсы әлі де халыққа ашық айтыла қойған жоқ. Енді біз отандық өзін болғасын кейін әркім өзінің отандығын мақтайды ғой енді. Бірақ оның әлі біз нәтижесін, ол қандай да вакцина болсын, олардың сапасын біз қазір көсіп айта алмаймыз. Өйткені оның сақтандырғыш қасиеті қаншаға созылады, оған неше рет салу керек деген сияқты мәселелер алда тұрған мәселелер. Бірақ сол біз жасалды, сынақтан бәрі өтті қазақстандық вакциналар. Енді сол жақсы, сол нәтиже береді деген үміттеміз. Вакцина бұған дейін 2 кезеңдік зерттеуден өткен. Биологиялық қауіпсіздік проблемалары ғылыми зерттеу институтының хабарлауы бойынша екеуі де 96% тиімділік көрсеткен. Соңғы 3-ші фазада вакцина еріктілерге, яғни қарапайым адамдарға салынып жатыр. Зерттеу жұмысына қатысып, екпе ектіргендерге, яғни басын тәуекелге байлағандарға 200 мың теңге көлемінде ақша берілмек. Жоспар бойынша 3 мың еріктіге вакцина салынуы керек екен. Я отношусь к вакцинации против, не то что против, отрицательно, потому что я считаю, что любая вакцина от любого вируса, она должна разрабатываться не менее 2 лет. То есть она должна проверяться, причем проверяться досконально, потому что это вакцина для людей, мы не животные, на которых можно экспериментировать. Поэтому я считаю, что вакцина это сейчас, которая разрабатывается, мне кажется, она будет либо неэффективна, либо это просто плацебо, которое просто успокаивает людей. Енді қазақстандықтар коронавируспен ауырғанына ПТР тестінің бар жоқтығынан байланысты қызыл, жасыл, көк, сары түске бөлінбек. Денсаулық сақтау министрінің хабарлауынша әрбір мекемеге тұрғындар тек QR кодпен ғана кіргізілмек. Сол үшін ашық деген қосымша жүзеге асқан. Енді мен шетелдерде кейбіреулер салған неменеден ауырып жатыр. Осы 1-2 күн болды, біреулер ауырып содан қайтыс болды деп жатыр. Енді мен оны істемей айта алмаймын. Енді пайдалы болса салу, пайдасыз болса оның халыққа қажеті жоқ деп айтамын. Қайтпек керек, мифке сенеміз бе, әлде көзді жұмып министрге ереміз бе? Нақ қазір халықты осы сауалдар мазалап жүргені анық. Айжан Бүркітбаева, Бифат Елтаева, Айша Исатай, арнайы жасалаш үшін.